бір бет кітап оқысаң да, ол қазір керек емес болса да, алдағы уақытта керек болатынына жүз пайыз сенімдімін. Біреуден шартталғанша оның өз ойымен кейде осы телефонға байланып, тіпті кітап оқуға да, тіпті орнымыздан тұруға да ерініп қаламыз. Сол кезеңдерде ерінбей, алдыға қарай қадам басып, өз өміріңді, өз әрбір минут, секундтарыңды бағалы түрде өткізу керек. Тыныштығыңды, ішкі халіңді түсінетін ол тек өзің, яғни өз-өзіне қолдау берсең, өз-өзіңді түсінсең, сол арқылы көрсетесің деп ойлаймын. маған мына сөз түскен кезде басқаша сезімде болып кетті, өйткені мен дәл қазіргі күйімді сипаттап тұр. Бұл сөз маған кездейсоқ түскен жоқ. Бұл менің таңдауым. Бұл маған мотивация болды. Бұл қатқаннан, бұл шығармада қандай әсер береді деп ойлайсыздар? Бұл қатқаннан бір адамның үлкен үміті. Бұл темір кружка суықтықты білдіреді. Ішкен суы бәлкім көз жасымен араласып ішіп кетуі мүмкін. Адамның аяғының суықтығын емес, жанының суықтығын білдіреді. Тамаша ана. Қуанып жиналатын ортамыз болсын. Келесі жылы бір жылдығымыз тойлап жатайық. Мысалы үлкен жетістікке жетіп, кітап оқып жарысайық. Осы ортада оны бөлісіп, өзіміздің ойымызға жинақтап, біз түсінбеген затты бәлкім келесі адам түсініп, оның айтқанынан өзіміздің өмірімізге сабақ алып қаламыз. Және де сізге үлкен рахмет айтқым келеді. Және сіздерге, кітапхана қызметшілері, сіздерге рахмет. Осындай керемет, қазіргі заманда оқушылар кітап оқымайтын, кітапты қолдарына алмайтын заманында осындай керемет іс-шара ұйымдастырып жатсыздар. Тек қана сәттілік. Осындай ортаға сіздерге құрып бергендеріңізге өте қатты алғысым шексіз, және де сіздердің бастамаларыңыз өрге шықсын деген тілегім бар. Ең бірінші қайталау дейді ғой, сол нәрсені қайталайсың, қайталау білім анасы, сол кезде есіңде қалады дейді. Ал екіншісі ол бөлісу дейді. Мен бүгін қатты қуанып отырмын. Мысалы, мен мына кітапты оқып, бөлісетін адамдардың да менімен бір толқында болғанына қуаныштымын. Сізді айтып кететін болса, ерекше эмоция береді екенсіз. Бәріңізге сәттілік.